Сәлем баршаларыңызға, қалдарыңыз қалай? Мен бүгін таңғы 10-да тұрып қалған шығарсыздар. Неге созып айтып тұр деп ойлап тұрған шығарсыздар. Мен өзім таңғы 10 деген нәрсе ол мен үшін түскі уақыт. Тиктокта, Инстаграмда қарап жатасында кейбір қыздар айтып жатады, таңғы 10-да тұрдым, 11-де тұрдым, 12-де тұрдым дейді. Мен соларды түсінбейтінмін де, қалай солардың үйлеріндегі тіршіліктері бітеді деп ойлайтынмын. Мен бір 10-да тұрып едім, Құдай сақтасын, жұмысым бір бітпей қойды ғой, Құдай. Спальнядан бастап жинадым, залға келдім, залдағы көрпелердің бәрін әкеп, еще балам жылап жүр ғой артымнан. Ойлаған шығарсыз, неге сонша таңғалды, неге сондай істеп жатыр деп ойлайсыз. Мен негізі сағат 6-да тұратын адаммын. 6-да тұрып, жолдасымды жұмысқа жіберемін, қызымды колледжіне жіберемін. Содан мен оларды жіберіп болғаннан кейін екі ұлымды садикке дайындаймын. Садикке дайындап екеуін апарып тастап үйге бүйттім, тіршілігіммен алсамын. 10-10:30 деген кезде мен түскі обедтің уақытының тамағын дайындайтын уақытым. Өйткені менде түскі кезде сабаққа баратын қызым бар. Солай видеодағы сақалды жылдам істелінетін болса ғой жұмыс дегені. Қайдан жұмыс дегені тез істеліне қоймайтын нәрсе емес қой. Кем дегенде 2 сағат уақытың кетеді осындай жұмыстың бәрін істеуге. Жұмыс деген бір бітпейтін бір бәле ғой. Ана істейсің, мына істейсің, мындан киесің, андан киесің, бір біттер емес қой бір. Мен қоймай жинап кеткен нәрсеңді балаларың келіп шашып кеткеннен одан сайын ішіңді ашытады ғой. Залдың бәрін жинап реттеп тазалап келсем, ас бөлме деген кәдімгідей бомба түсіп кеткен ғой ас бөлме. Енді мыналардың завтрагын берейін деп чайымның астын қосып, столдың үстін реттеп тазалап айтады ғой, сасқан үйрек бір жермен жүреді. Тура сол болдым ғой мен бүгін. Енді оларға завтрактерін дайындап бере қойынсам бірінен кейін бірі келеді ғой. Мама су берші, мама печенье берші, мама анау берші, мама мынау берші деп барым еще бір жағынан ауыр жаппай жөтеліп жатқан ғой. Қойдың майын жылытып, қасықтап ауыздарына тығып, еріп, ішпеймін деген істап алып ішкіздірген соң ғой. Қайдан келген бір жөтел, бір алып жөтел кетпей қойды, бір ауыр жаппай жөтеледі ғой балалар. Көріп кетіп білмеймін. Бір аптадай болып қалды ғой ауырып жүргенімізге. Мына жерінде оларды завтрактарын беріп отырғызып, енді отырайын десем, анау шылайды, мынау шылайды, әбден сақалым сарды ғой. Қырылып завтрактарын ішіп ана жаққа кетті. Енді мен мына жердегі ыдыс-аяқтарды жууым керек. Ужас, ыдыс-аяқ деген гары. Оларға жылы су құйып қойып қойдым, жылы су ішсін деп. Енді жылы суды қойып қойдым да енді ыдыс-аяқпен кірісіп, ыдыс-аяқты тарсылдатып жуып, Құдай сақтасын, неғылған бітпейтін ыдыс-аяқты. Мына жерде бір 2 секундта бітетін ыдыс-аяқ болып тұрған сақалды қатап, бұл жерде де мен тұрдым 2 сағаттай. Не керек айтты, осы ыдыс-аяқтардың бәрін жуып біткенше 2 қолымнан үзіліп кете жазды ғой. Құдай сақтасын. Мен соғышы көп ыдыс-аяқ пайдаланғанбыз деп өзім айтып қоямын ғой. Ой, құрысын, енді сағат 10-да тұрмаспын дедім ғой. 10-да тұрсам жұмысым мандымайды.